Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен болып, осындай мастикамен тортты қаптап үйренетін боламыз. Бізге керек заттардың барлығы міне фотода тұр. Осының барлығын сіздер кондитерлік магазиндерден ала аласыздар. Біріншіден біз мастикамызды нан жайғандай қылып жайып аламыз. Менің тортым жалпы основасы дайын. Вупи пай 2 килограмм салмағымен. Не көріп тұрғандарыңыздай, торттың бетіне мастикамызды жайып жатырмыз. Жақсылап тұрып, қатты қылып мастиканы тартпайсыздар, себебі мастика жыртылып кетуі мүмкін. Тек қана ақырындап басып, өзінің формасын келтіріп аласыздар. 1 миллиметр қалдырып, шетінен айландырып кесіп аласыздар. Егер де мынандай мастика кесетін құрал болмаса, сіздерде кәдімгі пышақпен де кесе беруге болады. Кейбіреулер қайшымен қиып жататындар болады. Әркімнің өз ыңғайына қарай. Ендігі кезекте біз осы торттың шетіне қоятын бортик жасайтын боламыз. Жаңағы мен көрсетіп тұрғаным ол молд деп аталады. Осы молдқа міне көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын салып, өстіп шығарып аламыз. Қазіргі осы бортикті біз ендігі кезекте кондурин деген нәрсемен бояймыз. Ол осы қазіргі уақытта кондитерлер көбі осы кондуринмен қолданады. Шоколад бояйды, осы мастиканы бояйды. Мен өзіме керектегідей ғап алдым. Кондурин жалпы бірінші негізі этиловый спиртті құясыздар, сосын үстінен кондуринді салып, өздеріңізге қалай ыңғайлы қылып аласыздар. Қатты сұйық болмау керек, қатты қою болмау керек. Осылай жаққанда түсі анық шығу керек. Егерде түсі анық шықпай жатса, тағы да кондурин салуларыңыз керек. Не өстіп, осындай анық шығу керек. Бұл кондуриннің да түрлері болады, өте көп. Байқағандарыңыздай, міне кондуринді болдық. Ендігі кезекте біз осындай 4 бұрыш болса, 4-еуі бірдей, осындай өстіп ромбик қып қойып, іздерін басып аласыздар. Осыған біз қазір тастарымызды қоятын боламыз, тесіп, қазір көресіздер. Негізінде қолмен де өстіп сызуға болады, бірақ мен ойлаймын, қолмен қандай жағдайда да дұрыс түзу болмай шығады. Сондықтан осындай бір 4 бұрышты ойыншық болсын балалардың, или өздеріңіз сатып алсаңыздар да болады. Мен көріп тұрғандарыңыздай, мен жаңағы іздердің үстінен бастым. Енді қазір барлығын ромбиктің әр бұрыштарын тесіп шығамыз. Айналдырып, жанын бар жағын тесіп шығасыздар. Енді кезекте бізде кондитерлік бусы. Бұл моншақтар, осына барлығы желінетін. Өстіп барлығын қойып шығасыздар. Ендігі кезек, қараңыздар, міне мен қазір су жағып жатырмын. Бұл кеседе тұрған жай қарапайым су. Осымен мен қазір жаңағы біздің алдын ала бояп қойылған бортигімізді өстіп тіркейтін боламыз. Біраз жабыспай жатса, қыздар, қайтадан жабыстырыңыздар, себебі бірақ су жақпай-ақ жабыстыра беруге болады. Бір 3-4 минуттың ішінде ол қайтадан өзі жабысып қалады.
өстіп басып жан жағын ыңғайлап отырасыздар. Жалпы мастика деген нәрсе ол 1 суткада кебет. Құрғақ жерде тұрса 1 суткада кеуіп өз формасын ұстап тұрады. Ендігі кезекте қазір көресіздер, мен жаңағы молдтың бер жақ шеткі жағынан мен алдым. Оны біз қазір желбірлер жасайтын боламыз. Қазір көресіздер, бұны да кондуринмен бояу керек. Төрт бұрышқа 4 жеріне 2-2-ден қойылады. Тоже сумен, көріп тұрғандарыңыздай сумен жағамын. Мен мына узорды алдын ала жасап қойғам 2 күн бұрын. Жаңағы молдпен жасалынған. Маған осылай қатып тұрғаны керек болған соң мен алдын ала жасалды. Бұл торт менде заказ. Сондықтан заказ болғандықтан алдын ала жасауға тура келді. Жаңағы 4 бұрыштың жан жағына осындай узорларымызды қойып шығамыз. Тортымыз аяқталып қалды. Енді қазір жазуын қоям. Көріп тұрғандарыңыздай торт дайын. Мына коронаның видеосы бар, қалай жасалғанын. Жазуды мен осындай трафаретпен жаздым. Міне торт дайын. Сіздермен болған Ақерке. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар, подписка бөліміне тіркеліңіздер. Әлі де көптеген видеолар болады. Сау болыңыздар.